Ассаламу алейкум. Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бауырсақ дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұнды електен өткіземіз. Жылы сүтке жылы су құямыз. 1 ас қасық қант және ашытқыны қосып, араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Кейінірек тұз қосамыз. Жақсылап араластырып, оның ортасын ашып, сұйықтықты құямыз. Екі ас қасық қаймақ қосамыз. Екі ас қасық сұйық май қосып, қамыр илейміз. Шетіндегі қамырды бір түйінге жинап, бір шетке қойып қоямыз. Одан кейін тағы да жайып, ромбик қылып кесеміз, немесе дөңгелек қылып кесіп аламыз. Осы кесіп алдық, енді бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Мен тоң май қолданамын, сонда менің бауырсақтарым майлы болмайды. Сай тоң майды қолдансаңыздар болады. Және үстінен сұйық май қоямын. Әбден майымызды қыздырып, бауырсақтарды қызартып пісіріп аламыз. Болсаңыздар, бір-біріне тығыз салғандарыңыз дұрыс, сонда аударылып кетпейтін болады. Осымен біздің бауырсағымыз дайын, өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балжан Канафина. Инстаграмда Бонди. Лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.